Жұмыртқаң рахмет айтатын машина қандай машина десеңдер, ол Range Rover. Range Rover L322 кузов. Бұда лонжеронный система ғой, несущий кузов дейді ғой, сондай. Енді мен видеоларым көп сандай ғой. Үй жағдайында осындай машиналар жасауға болады ма? Және Cadillac Escalade, Range Rover дегендей, Porsche Cayenne болады. Қолдан келетін жігіттерге ол түк емес. Жалпы негізі мен TikTok'та жаңағы тәжірибемен бөлісіп видео жіберем ғой. Жас мотористерге кішкене дух беріп қоям ғой. Сөйтсем TikTok арқылы клиенттер де келеді екен. Оны мынау екінші Range Rover келіп тұр. Бұның алдында ағын жасадық. Range Rover'дің мына енді қарасы. Бұрынғы келетін түсірген видеоларым бәрі таныстарым Range Rover жасаған. Сондықтан TikTok арқылы да клиенттер келіп жатыр. Жаңағы Cadillac Escalade келіп жатыр TikTok арқылы. Негізі мен ойлаған жоқпын TikTok арқылы клиент жинаймын, ондай ой болған жоқ менде. Мен чисто былай тәжірибемен бөлісу, үй жағдайында жасауға болады. Жас мотористерге өз қазағымызға дух беріп қою. Қорықпай істей беріңдер. Қорқынышты ештеңке жоқ деп. Одан кейін Range Rover жамандағыштарға айтып кетейін. Range Rover'де болған жаман Range Rover'лар, ол қайсы десеңдер, Pegas болған. Pegas жаңағы P38 кузовтар жаңағындай 95-98 жылдар шыққан. Олар проблемный болған. Оларда электроникасы проблемный болған. И Range Rover'де минусы өз кузов шығарады, бірақ мотор шығармайды, АКПП шығармайды жаңағындай. Коробка механика, автомат шығармайды деген ғой. Вообще жалпы оларды механика көрген емес бұндай. Сондай трансмиссия жаңағындай ондай нәрселер шығармайды. Чисто кузов шығарады ғой бұлар. Өзінің заводской моторы жоқ Range Rover деген. Сондықтан бұлар жаңағындай Ford'тың моторын салды, жаңағы Pegas'қа. Ford па бірден моторын салған. Просадка гильзы болды оларда, электроникасы қуды. Сол Pegas'та проблема болды. Сол атағын, Range Rover'дің атағын құртқан сол. Екінші атағын құртқан ол BMW-ның моторымен құртты. Мына мамада Vogue дейді, мама дейді, мама дегенде вин кодында мама деп тұрады ғой. Соларда дегенде BMW-ның моторымен авторитетін құртты. Ал енді авторитетін қайсы көтеріп келе жатыр десеңдер, мына Jaguar мотор көтеріп келе жатыр. Мынаның егесі 10 жылдан астам айдап келе жатыр екен, міне. Проблема енді басталыпты. Бұлай машина жүріп тұр. Клапан теңшеу керек, как любой японецтарда жаңағындай UZ, жаңағындай GZ. Клапанды уақытысында теңшеп отыру керек. Бұлай айтқанда ТО-ға келіп тұр ғой, техобслуживанияға. Уақытысында теңшеп отырсаң, проблема жоқ. Бұның өзі 450 мың жүрді деді ма, сондай. Пробегім на видео что-то фокустамай қалды. Экраны кірленіп кетті ма, қазір көрейінші. Одан кейін L322-де кузов көтеру қажет етпейді. Бұл ана несущий кузов болған екен, ондай проблема жоқ. Кузов тағын айтайын, қайсында көтереді? Спортта көтереді, одан кейін Discovery'де көтереді. Осымен құрдас мына 2006-2007-лер ғой. Жаңағындай L320 кузов көтеруге болады, көтермесе де болады. Мен өзім жасап жүрдім үй жағдайында L320-ны Range Rover спортта. Ол рамный жүреді. Discovery рамный жүреді. Жасауға болады. Қолынан келсе жасауға болады. Моторында шешіп жасап жүрдім. Коробкасында ауыстырдық үй жағдайында. Раздаткасында ауыстырып жүрдік. Стартерында жасап жүрдік. Проблема жоқ ешқандай. Қолынан келсе жасауға болады. Не үшін кузов көтереді десеңдер? Енді жаңа кезінде бұны шірген байлар мінді ғой. Шірген байлардың қалтасын қағып алу үшін сервисте для удобства просто ыңғайлы болу үшін кузовты көтереді. Доступ жан-жақтан пайда болады. Сол үшін ол айтылған әңгіме. Жалпы кузовын көтермей де жасауға болады. Мен кішкене қиындау болады, бірақ болады жасауға. Мен ең қиналғаным Range Rover'де баяғыда істегем 7-8 жыл бұрын 10 жылғы 3 объем дизель битурбо. Сода кішкене қиналғам. Ода неден қиналам десең, мына жерінде артында аппаратура тұрады, соның меткісін қою керек болады. Соны айнаны қойып тұрып,
сол айна арқылы меткасын қойғам, ТНВД-сын. Топливной насос высокого давления дейді, ТНВД. Аппаратура ғой, в народе. Так что ол Range Rover'дің біреуі жаман болса, арасында жақсысы да бар. Мына жақсы именно Jaguar мотормен шықты. 4x4 Jaguar мотормен. Бұл жақсы. Одан кейін анауысы да болады. Турос мотор, бірақ ол 4x2 компрессор. Supercharge. Ол да жақсы. Ол Турос мотор, бірақ ода жаңағы VVTi муфталар болмайды. Компрессордың арқасында күш көп. Оларда жаңағы құры шынжырлар жүреді, цептер жүреді, уже ондай неме жоқ, муфталар жоқ. Range Rover'дің қорқатын ештеңкесі жоқ. Енді BMW-ның моторы немеге авторитетін құртты десеңдер, ол BMW-ның моторы енді ол жаңағы сапалы бензин, сапалы майға арналған моторлар. BMW-ның моторлары жаңағы покрытиясы гильзаның жаңағы алюсиловый. Ол бензин таңдайды. Ванустары жақсы май таңдайды. Европаның стандартымен айдасаң проблема жоқ. Біздің енді жаман маймен, жаман бензинмен олар өліп отырды. Солар авторитетін құртқан. Арасында бар жақсы Range Rover мақтайтын. Қайсы мақтауға болады десең, осы моторларды мақтауға болады. Өзіме ұнайды осы моторлар, мақтауға болады. Одан кейін Range Rover джиптің ішінде жұмыртқаң саған рахмет айтатын, сен машина таңдау білесің деп айтатын. Қандай машина десеңдер, ол Range Rover. Неге десеңдер, бұның 4 дөңгелегі бірін-біріне байланбаған, независимый дейді. Соның арқасында бұл жаңағы жолды жақсы өтеді, гармошка жолдарда. Мысалға мен өзім жақында 200-мен братпен ауылдас брат қой, енді бірге ауылда өскенбіз баяғыда. 30-40 жыл бұрын бір ауылда бірге тұрғанбыз. Сол енді немеге барып келейік, Алматыдан немеге Үшаралға, Көлсайға. Алакөл деген ғой. Сол жаңағы Үшаралға барып келдік. 200-й жаңағы гармошқа кіргенде шайқатылады да былай. Неге десеңдер, өйткені арты мост қой. Мост болғаннан кейін цельный мост, бірін-біріне байланған. Ол мост секірген кезінде, былай колебания ұстаған кезінде кузовыңды шайқайды. Мына Range Rover ондайға не қылмайды, ырбыңдамайды да, былай айтқанда кузовы. Өйткені 4 дөңгелегі независимый. Енді джиптердің ішінде королевский кайф береді. Қандай десең, ол тек қана Range Rover береді. Өйткені өзі королевский королевалардың мінетін машиналары ғой, былай айтқанда. Rolls-Royce, Range Rover деген. Сондықтан бұл өзіме қатты ұнайды да. Ал енді ол Геленваген, мостовыйларың ол қалада понтареска ғой, чисто қалада, ровный асфальтта понтоваться ететін. Алыс жолға кеткен кезде қалада сен оны айдасаң, трассада ол сен айдайды, печкеңді отбивать етіп тастайды. Ол өйткені мост, ол гармошка ұстаған кезде бәрі кузовыңды шайқайды, ырбыңдайды да кузовың. Сондай әркімнің подходы әртүрлі ғой. Біреу мысалға японецті таңдайды. Неге десең, тиын санап қойғандар да. Ол немен ойлайды да, аз шығын шығаратын машина деп. Кейде ол аз шығаратын машина шығынның өзі кейде моторын ауыстырып жатасың, сондықтан ол сен ұтпайсың. Мына егесі машинаның 10 жылдан астам өзінің родной моторымен айдап жүр. Бұл енді мотордың минусы жаңағындай японецтер ұқсақты клапанды теңшеп отыруың керексің, стаканды. Қазақша оймақ қой. Сол оймақтарын, клапанды итеретін толкательдарын уақытысында жасап отыр. Бұл жасамаған. Міне қазір жаңағындай пропуски зажигания бар. Пропуски зажигания уже клапандар зажатыйда, сосын таза істемей жатыр міне. А так айдап жүріп келді. Range Rover не үшін сына береді деген себеп емес бұл жерде. Өзің положенный туосына келіп тұр. Енді мен ыңғайлы бол үшін тұмсығын шашып тастаймын. Тұмсығын шашпай жасаса да болады, бірақ енді өте қатты қиналасың. Шашу көп болса, бір жарты сағат, 1 сағатқа жеткізбей шашып тастайсың да, сосын міне доступ жан жағынан пайда болады, сосын жасай бересің. Сондықтан Range Rover'дан қорқатын ештеңе жоқ. Өзіме қатты ұнайды, өйткені жаңағындай 4-еуі независимый, жаңағы Range Rover спортта рамный жүреді. Оны айта берсең қасиеті көп. Енді жұмыртқа деп прикол айтып жатырмын, жұмыртқа еш уақытта саған связға шықпайды, сөйлемейді. Қабырғаң сөйлеуі мүмкін, қабырғаң ол да айтады, жақсы машина деп, соқсақты ғой, для прикол айтасың ғой. Енді бірақ рахаттанып тұрып, бір сүйсініп айдайтын джиптердің ішінде өзіме тек қана Range Rover. Басқа джиптер маған қызық емес та.
кейде вот видеолар түсіресің, жаңағыдай бір видео кезінде түсіріп жүргенбіз, осы 1-2 жыл бұрын спортпен біз тауда жүрген Range Rover дейді мақтап түсірсем, біреулер жазыпты комменттер, ой, самый надежный Toyota деп. Енді ол Toyota біреуге может Toyota шығар, біреуге вообще ни о чем да, ол Toyotаң. Ешқандай японецтардың машинасы маған қызық емес та ол. Бар ғой, мысалы, японецтарды мінбейтін елдер де бар, мысалға. Ну, бірақ пример келтіріп кетейін, жаңағыдай Рональдоның өзінің гаражында 40 машина бар екен, 40 машина ішінде бір японец таппайсыңдар. Там немістерді табасың, жаңағыдай Mercedes, BMW, Audi, Porsche. Төрт неміс бар екен гаражында. Бірақ бір Lexus, Sexus там ондай таппайсың. Реальный байлар, шірген байлар, ол японский машина мінбейді. Мінет жаңағыдай для удовольствия машина мінет. Енді оның ішінде гаражында жаңағы Ferrari, Bugatti, Veyron, Chiron толып тұр да. Бірақ бір японец таппайсың. Сондықтан ол бұл жерде японецті мақтай беретін ештеңкесі жоқ. Білемін біраз адамдарды вообще японский машина мінбейді. Өйткені қалай десең, чисто по опыту. Таныстар бар, кезінде Литвадан машина тасығандар бар. Және небір машиналардың вкусын көрген. Range Rover'ге отырып көттері жабысып қалғандар бар. 10 жылдан астам мініп келе жатыр. И то мына мысалға бұл бірінші хозяин емес қой, мысалы екінші хозяин. Соның өзі әлі аузынан жаңағыдай толтырып тұрып, мақтап тұрып, сілекейімен толтырып тұрып мақтайды да бұны. Сондай машинаның бірі ғой бұл да. Енді оны түсінген адам мақтай алады. Түсінбеген адам ол тиын санап қалған адам, сол жаңағыдай эмоция бермейтін, кайф бермейтін машинамен жүре берсін. Ода шатағымыз жоқ. Мен тек қана көбінесе жаңағыдай эмоция, кайф беретін машиналарды мақтаймын. BMW-ның легендарный машиналарын мақтаймын, бәрін мақтай бермеймін. Легендарный ол жаңағыдай 34, 39, 38, 46, міне сол жылдар инженерлердің пигі болған ғой. Инженерлер жарысты ғой 90 жылдары, бір-біріне дәлелдеп. Міне біздің машиналарымыз миллионник деп. Міне инженерлер істеген. Қазір енді маркетологтар кетті ғой. Маркетолог деген не ол? Оларға машина сатса болды оларға. Олар көбінесе түрін әдемілейді. Маркетологтың бір жаман жағын айтып кетейін. Мысалы, немістер кезінде инженерлер машинаны шығару үшін оның аэродинамикасы, развесовка дейді, сондай тонкостардың бәріне басын сындырып тұр, бәрін өлшейді. Мына поток, лобовой воздух қалай кеседі, мысалы Audi селедкаларын қалай трассада ұшып жүретін ғой, сығып отыратын ғой, ондай свистеть етіп отырады ғой. Міне аэродинамика, және BMW-да 50-50, 4 дөңгелекке салмақ бірдей түседі мысалы. Ал енді маркетологтар жаңағыдай есіме шықпаса, Россияда Солярис па, ютубта бар қарасаңдар. Полный салонмен 180-мен келетіп көтін лақтырады ғой, короче. Ол просто ол жерде вид бар, а жаңағыдай қатты скоростьқа не рассчитаны. Сонымен келе жатады да, короче, көтін ары бері лақтырады да, сол встречныйға лақтырып бәрі насмерть разбились, короче. Вот сол кімнің кесірі десең, жаңағыдай корейский инженерлердің кесірі. Просто вид жасаған, а по факту ол жаңағыдай ауаны кесу, развесовка жоқ ода. Развесовка, видать, салмақтың бәрі алдында, артында салмақ жоқ. Полный салон келе жатқанның өзінде көтін былай ютубта қарасаңдар болады. Жаңағы есіме шықпаса Солярис болды. Көтін лақтырады, көті пұшық бар ғой, ондай хеджбек ұстаған. Сондай болды ғой деймін видеода. Көтін лақтырады кәдімгідей. Ол деген сөз жаңағыдай инженерлер істеген жоқ, оны жаңағыдай маркетологтар істеген. Міне сол үшін не үшін біз инженерлердің ойлап басын неше жылдан бері сындырып 34 не үшін легенда жаңағыдай 124 енді мен өзім айдағам. 124 легенда деп айта алмаймын, оның инженерлердің косяктары бар ол жерде де, жаңағы шаровый шығып кетеді дегендей, кузовы шіріп кетеді дегендей. Өзім Mercedes любитель болғам, кейін BMW-ға ауып кеткен себебі жаңағыдай олардың инженерлері, BMW-ның инженерлері ұнағаннан кейін сол жаққа BMW-ның фанаты болып ауып кеттім да. Mercedes-дің моторларында шашып жинағам. Оған қарағанда BMW-ның моторын шашып жинаған кезде BMW-ның моторы былай айтқанда көбірек ұнады да. Өйткені инженерлердің подходы ұнайды да маған. Подход инженеров. Сондықтан ол Range Rover'ді мақтай берсең, ол мақтай беруге болады. Сондықтан әркім өзінің ұнаған машинасын мінеді. Біреудің мақтаған машинасы емес, өзіңнің пікіріңмен, және тәжірибеңмен подход жасайсың да. Мынау машина маған ұнап тұр. Мына машина мінсем мен рахаттанып тұрып мінемін. Осыдан мен кайф аламын. Осыдан мен демаламын дегендей. Мынаның 1000 километр, 1500 километр жүріп келесің да, спокойно сөзінде шаршамайсың. Бір машиналар ұрып тастайды ғой.
келесің бір вагон көмір түсіргендей болып шаршап, вот ондай машина емес, өзіңе лайық, өзіңе ұнайтын машинаны мінесің да. Сондықтан мына Range Rover мақтауға лайық машина ғой.